1939 жылдың 1 қыркүйегінде фашистік Германия Польшаға шабуыл жасады. Кейін Англия және Франция бұл мемлекетке қарсы соғыс жариялаған соң екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Ал 1941 жылдың 22 маусымында фашист әскерлері Кеңес одағына соғыс ашты. Оған әлемнің 72 мемлекеті қатысып, 62 миллион адам ажал құшты. Внимание! Говорит Москва. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 1941 жылдың 22 маусымында фашистік Германия КСР-ға тиесілі Брест қамалына шабуыл жасаған соң Ұлы Отан соғысы басталды. Ресейлік тарихшылардың мәліметіне сәйкес 1941 жылы қамалды 7000 сарбаз қорғаған. Оның 1000-ға жуығы Қазақстаннан барған жауынгерлер. Жау шабуылынан кейін аман қалған Брест қамалының қорғаушылары партизандар қозғалысына қосылды. Олардың қатарында 190 қазақстандық болды. Біразы Беларусь жерінде жерленген. КСР-да жүргізілген 1939 жылғы халық санағы бойынша Қазақстанда 6,2 миллион адам тұрған. Соғыс жылдары Кеңес әскері қатарына 1,2 миллион қазақстандық шақырылды. Оның 601 мыңы туған жерге оралған жоқ. Қазақстаннан барған әскерлер Майдан даласында ерлікпен шайқасты. 100 мыңнан астам отандасымыз жауынгерлік ерліктері үшін медаль ордендерімен марапатталды. Қазақстандық жауынгерлер Украинаны, Белоруссияны, Балтық бойын, Молдавияны азат етуге қатысты. Мыңдаған қазақ жігіттері Кеңес әскерінің құрамында Шығыс Европа халықтарын Гитлердің тепкісінен азат етуіне ат салысты. Кеңестік шығыс әйелдер арасынан бірінші болып Ленин орденімен және алтын жұлдыз медальмен марапатталғандар шығыстың қос шынары пулеметші Мәншүк Мәметова мен 54-ші атқыштар бригадасының мергені Әлия Молдағұлова болды. Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов те Берлин үшін ұрыстарға өз жауынгерлерін бастап кірді. Берлинге шабуыл жасауға жерлестеріміз Ешанов, Сянов, Қайдаусов, Тұрарбеков, Көбеков, Бигелдинов, Еремеев, Шеликов және де тағы да басқа көптеген адамдар қатысты. Рахымжан Қошқарбаев Берлинді Рейхстагқа жеңіс туын тіккен жалғыз қазақ. Тарихи ерлігін небәрі 21 жасында жасаған. 1945 жылы 16 сәуірде Рахымжан Қошқарбаев бас болған шабуылдаушы взвод Одер өзенінің батыс жағалауындағы елді мекендегі жаудың бетін қайтарды. Осы судан ары Кеңес әскерін өткізбей, немістер тоқтаусыз оқ жаудырып тұрған. Атылған оқтың астымен жорғалаған Қошқарбаев взводы немістердің тұрғынының үстінен түсіп, бетпе-бет соғысады. 40 немісті қырып, үлкен калибрлі 3 пулеметті қолға түсірді. Қызыл әскер ары қарай жылжиды. 1945 жылдың 29 сәуірінде Шпре өзені маңына қанды қырғын болды. Тағы да жауға Рахымжан Қошқарбаевтың взводы тойтарыс береді. Осылайша Одерден басталған шайқас Рейхстагқа дейін жалғасады. Осы аралықта Рахымжан Қошқарбаевтың взводы 200 немістің көзін жойып, 184-ін қолға түсірді. Майдан даласындағы жаудың 14 зеңбірегін, 27 үлкен калибрлі пулеметті, одан бөлек көптеген мылтық, оқ дәрілерді тәркілейді. Осы үшін Рахымжан Қошқарбаевтың взводына бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордені табыс етілді. Рахымжан Қошқарбаев 1945 жылдың сәуір айында Берлин түбіндегі соғыстың ең сұрапыл шайқасына қатысады. Батальон командирі
Рейхстагқа ту тігуге аттанған алғашқы топты басқаруды Қошқарбаевқа жүктейді. Бұл өліммен тең тапсырма еді. Қарша борап тұрған оқ пен оттың ортасынан еңбектеп өткен екеу 300 метр жерде тұрған Рейхстагқа 7 сағат бойы жүріп барады. Ғимараттың қабырғасына қызыл жалауды тігеді.